Армысыздар, қандастар. Қазір бүкіл адамзаттың рухын, білімін, мінезін тексеретін сын сағат келіп жетті. Қазір жаһандану заманында әлемді шарпыған өрттен аман қалу мүмкін емес. Бірақ қай елдің экономикасы, білімі, ғылымы, адамдардың берекі бірлігі болса, ол бұл сыннан жеңілірек өтеді. Ал қай елдің экономикасы, білімі, берекесі төмен болса, ол елдің мүлде құлдырап кетуі, тіпті жойылып кетуі қаупі бар. Дәл өзі иммунитеті мықты, денсаулығы күшті адамдар кез келген қиындықтан аман есен қала алады ғой. Ал өзінің денсаулығы жоқ, білімсіз, өмірге бейімделмеген адамның ауруға шалдығып, өмірден озып кету қаупі әлдеқайда көп. Дәл сол сияқты Қазақстан қазір халқының мына жер асты байлығына байланып қалғанымыз, береке бірлігіміздің қазір ыдырап тұрғаны жасырын нәрсе емес. Осы сын сағатта елім, жерім деген азаматтар алдыға шығып, өзінің барын, нәрін көрсете білуге тиіс. Осыдан 100 жыл бұрын қазақтың басынан әубет келгенде Жүсіпбек Аймауытов айтқан екен: оқығандар, қазіргі заман жан тыныштығын іздейтін, қызық қуатын заман емес. Қазіргі заман қызмет қылатын, еңбек сіңіретін уақыт. Халық біз үшін емес, біз халық үшін. Олай болғанда бізде мойнымызда халықтың үлкен зор жүгі, парызы тұр. Ел үшін еңбек істейік деген екен. Мен осы алашардақтылардың ізімен осы сын сағатта қазақтың бұрынғы рухын, қайсарлығын көрсету үшін және 30 жылдағы жинаған нейробиология, психология саласындағы, экономика, маркетинг, менеджмент саласындағы жинаған білімімен бөлісу үшін дүйсенбі күні таңғы сағат 8-ден сейсенбі күнгі таңғы сағат 8-ге дейін 24 сағаттық марафон өткізбекшімін. Тамақ ішпей, ұйықтамай, сіздерге қазақтың асқақ рухын, зор қажыр қайратын көрсетпекшімін. Бұл марафонның міндеті халыққа қызмет істеу, және де сонау сақтардан, сонан кейін ғұндардан, сонан кейін кешегі күлтөгін тоны көк бастаған көк түріктердің біздің бойымыздағы рухы бар екенін, оның ұйықтап өліп қалғанын, соны қайтадан тірілтіп ояту керек екенін көрсету, және де болашақ заман білім заманы. Болашақта қандай білім сұранысқа ие, қандай кәсіптер сұранысқа ие, осыны сіздерге көрсетем, және де көкейлеріңізде жүрген бүкіл сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Менімен бірге өзіңіздің рухыңызды қайрап, қажыр қайратыңызды тексеріп, заманауи білім аламын десеңіз, дүйсенбі күні сағат 8-де Нұрсила каналында, Инстаграмда, Фейсбукта мен сілтемелерін берем. Дайын болыңыз. Және де барлық таныстарға, туған туысқандарыңызға тарата жүріңіздер. Қазіргі уақыт білім жинайтын, рух қайрайтын уақыт. Оптимист және табанды бола білейік. Бұл марафонның аты біз сынбаймыз. Біз толарсақтан саз кешіп, талмай тартып шығатын қасілөкті кәтеппіз. Осыны дәлелдейік, біріміздің біріміз рухымыз көтерейік, білімімізбен бөлісейік. Дүйсенбі күні таңғы сағат 8-де кездескенше сау, сәлемет бола тұрыңыз.